Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 161 сабақта геометриялық фигуралардың жазбалары деген жаңа тақырыпты өтеміз. Бірінші тапсырмада мына ғимараттар қандай геометриялық фигуралардың есіңе салады. Болашақтың қаласында үйлердің пішіні әртүрлі болады дейді. Суретке қарап отырсақ, бірінші ол Астанадағы хан шатыр. Хан шатыр бізде пирамидаға ұқсайды. Екіншісі ол экспо. Экспоның шары, ол шарға ұқсайды. Ал үшінші ғимарат цилиндр пішіндес екен. Екінші тапсырмада жазбаларды қара, олардан қандай фигуралар жасауға болатынын анықтап көр дейді. Қандай фигуралар шығуы мүмкін? Біріншісін қарайық, жасыл түстес тұр ғой, жасыл түстестен біз пирамида жасасақ болады. 4 қабырғасы бар пирамида. Ал мына Т әріпті болып тұрғаннан біз текше жасасақ болады. Мына Т-ның теріс қарап тұрған Т әріпті сияқты қызылдан біз тік бұрышты параллелепипед жасасақ болады. Оның жанындағы екі тал домалағы бар көк түстіден біз конус емес, одан біз не жасаймыз? Цилиндр жасасақ болады. Ал жасыл зонтикке ұқсап тұр ғой, содан біз конус жасаймыз, және де мына сарыдан үш бұрышты пирамида жасауға болады екен. Есіңде сақта дейді, пирамиданың табанын көп бұрыш құрайды, ал бүйір жақтары ортақ төбесі бар үш бұрыштар. Пирамиданың жазбасы табаны болып саналатын көп бұрыш пен үш бұрыш пішінді бүйір жақтарынан тұратын жазық фигура дейді. Мына жерде бізге жазбасы көрініп тұр, пирамиданың жазбасы көрініп тұр. Пирамида үш бұрышты болуы мүмкін, 4 бұрышты, мына жерде енді көп бұрышты пирамиданың жазбасын көрсетіп тұр. Балалар, жазбасы деген мынау параққа жасалғаны. Біз осыдан парақты тура осылай кесіп алып, оны бүктеп, осылай пирамида жасасақ болады екен. Үшінші тапсырмада бізге тағы да пирамида, бірақ табаны 4 бұрыш болатын пирамиданың жазбасын әзірле дейді. Сендер парақты алып, тура осындай 4 бұрышты табаны бар пирамида жасасаңдар болады. Бұна жерде айтылып тұр, қалай жасалатын. Қабырғалардың ұзындығы 7 см болатын шаршысыз. Әр қабырғаның дәл ортасын тап. Әр қабырғаның ортасынан ұзындығы 6 см перпендикуляр кесіндісіз. Суретте көрсетілгендей үш бұрыштар сал. Бір-біріне желімдеу үшін артық орындарды қай жерінен қалдыру керек екенін ойлан. Сызық бойымен бүктеп, дайындаманы қиып ал, пирамиданы ұқыптап желімде дейді. Тура осылай қылып өздерің пирамиданы жасап көріңдер. Ал енді төртінші тапсырмада теңдеулерді шеш дейді. Бізге бөлшекпен берілген теңдеулер беріліпті. Мысалы, біріншісін қарайық. 60-тан 34-ке қосамыз, 60-тан 8-ді оған y қосамыз. Тең 60-тан 41, қосу 60-тан 16. Осыны табу үшін алдымен 60-тан 34-ке 60-тан 8-ді қосып аламыз. 34-ке 8-ді қосса 42, астындағылары бірдей болғандықтан 60-ды жазамыз. Қосу y, 41-ге 16-ны қоссақ 57, қосу 60 болады. Енді осы жерден y-ті табу үшін 60-тан 57-тен аламыз 60-тан 42-ні. Сонда y-іміз 60-тан 15 болады. 57-тен 42-ні аламыз. 15 болады алымы, бөліміне 60-ты жазамыз. Екеуі бірдей болғандықтан 60-ты жазамыз. Енді тексерейік. 34-тен 60 қосылған, 60-тан 8 қосылған y-дің орнына 60-тан 15-ті жазамыз. Тең 60-тан 41 қосу 60-тан 15. Сонда 60-тан 57 тең 60-тан 57 екен. Енді екіншісін шығарайық. 30-дан 18-ден аламыз x-ті тең, 30-дан 4-ке қосамыз 30-дан 6-ны. Алдымен 4 пен 6-ны қосып аламыз, 10 болады. 30-дан 10 деп жазып аламыз. Енді осы жерден x-ті табу үшін 30-дан 18-ден аламыз, 30-дан 10-ды. 18-ден 10-ды алсақ 8 болады. Сонда x-іміз 30-дан 8-ге тең екен. Енді тексереміз, сонда 30-дан 10 тең 30-дан 10 болады. Бесінші тапсырмада есепті шығар дейді. Интернет дүкенде 3000 дана ғылыми фантастикалық кітап бар. Дүйсенбі күні 530 кітап, сейсенбіде 120 кітап сатылды. Сәрсенбіде сейсенбіге қарағанда 2 есе артық сатылды. Бейсенбі күні дүйсенбіге қарағанда 100 кітап
кем сатылды. Жұма күні дүйсенбіден бейсенбіге дейін сатылған кітап қанша болса, соншасы сатылды. Ал жексенбіде тағы 100 кітап сатылды. Интернет дүкенде ғылыми фантастикалық кітап қалды ма? Неше кітап қалды дейді. Енді оны табу үшін алдымен аптаның күндерін жазып алайық, дүйсенбіден жексенбіге дейін. Енді дүйсенбіде 530 кітап сатылыпты, сейсенбіде 120 кітап, сәрсенбіде 2 есе артық, сейсенбіге қарағанда, бейсенбіде 100 кітап кем, дүйсенбіге қарағанда. Енді жұмада барлығы қанша болса, сонша кітап сатылды, жексенбіде 100 кітап дейді. Қанша қалған табу үшін алдымен сейсенбіден бастап есептейге. Сейсенбі күні табылған екен, сәрсенбіден бастаймыз. Сәрсенбіде 2 есе артық дейді, сейсенбіге қарағанда. Сейсенбі күні 120 кітап болса, сәрсенбі күні 120-ны 2-ге көбейтеміз, сонда сәрсенбі күні 240 кітап сатылыпты. Ал бейсенбі күні 100 кітап кем бірінші күнге қарағанда, яғни 530-дан аламыз 100-ді. Сонда 430 кітап бейсенбі күні сатылыпты. Ал жұмада осы күндердің барлығындағы сатылған кітап, яғни 530-ға қосамыз 120-ны, оған 240-ті, оған 430-ды қосамыз. Сонда 1320 кітап жұма күні сатылыпты. Ал жексенбі күні 100 кітап, 1320-ға 100-ді қосайық. Сонда 1420 кітап сатылды. Енді 3000 кітаптан барлығы 3000 еді ғой, 3000-нан аламыз 1320-ны қосу, 1320 қосу 100-ді. Сонда 260 кітап қалады екен. Яғни жауабы интернет дүкенде ғылыми фантастикалық 260 кітап қалды. 6-шы тапсырмада тура теңдік шығу үшін қандай сан қою керек дейді. Қандай сан қою керек екенін білу үшін біз x қойып шығарайық, теңдеу қылып. Жақшаның ішінде 4200 қосу 2800 бөлу 7 тең 600 қосылған x. Енді x-ті табу үшін 4200-ге 2800 қоссақ 7000 болады. 7000 бөлу 7 тең 600 қосылған x. Енді 7000-ді 7-ге бөлсек 1000 болады. 1000 тең 600 қосылған x. Енді x-ті табу үшін осы жерден біз 1000-нан 600-ді аламыз. Сонда x-іміз 400 болады екен. Яғни мына жердегі сан, белгісіз сан біріншісіндегі, ол 400 сан екен. Енді тексерейік. 4200 қосу 2800, 7000 бөлу 7 1000 болады. Ал 600-ді 400-ге қоссақ, ол да 1000 болады. Екінші өрнекті қарайық. 20000 қосу 12000 бөлу белгісіз сан тең 2000 көбейтілген 4. Бұл жерде де белгісіз санның орнына x қойып табайық. 20000-ға 12000 қоссақ 32000 бөлу x тең 20000-ды 4-ке бөлсек 8000 болады. Сонда x-ті табу үшін 32000-ды 8000-ға бөлеміз. Сонда x-іміз 4 екен. Енді тексерейік. 20000 қосылған 12000, 32000-ды бөлеміз 4-ке 8000 болады. 2000-ды 4-ке бөлсек 8000 болады. 7-ші тапсырмада есепті шығар дейді. Арман, Болат, Санжар және Айбатыр барлығы дос. Олардың біреу дәрігер, біреу журналист, үшіншісі жаттықтырушы, ал төртіншісі құрылысшы дейді. Журналист Арман мен Айбатыр туралы мақала жазды. Яғни журналист емес Арман мен Айбатыр, ал жаттықтырушы мен журналист Болатпен бірге туристік саяхатқа барды дейді. Арман мен Болат дәрігердің қабылдауында болды. Олардың мамандықтарын анықта дейді. Ең алдымен біз журналист анықтап алайық. Журналист ол Арман емес, Айбатыр емес. Арман мен Айбатыр болмаса, ол Болат пен Санжар болуы мүмкін. Бірақ та жаттықтырушы мен журналист Болатпен бірге туристік сапарға бар дейді. Яғни ол Болат та емес, сонда Санжар журналист болады. Енді құрылысшыны табайық. Біз журналистті таптық, енді құрылысшыны табайық. Былай айтады, жаттықтырушы мен журналист дейді, Болатпен бірге туристік сапарға барды дейді. Яғни бұл жерде жаттықтырушы емес болады, журналист емес, сонда Болат бізде құрылысшы болады. Енді Болатты таптық, Санжарды таптық, енді Арманды табайық. Арман бізде журналист емес, құрылысшы емес, ол не жаттықтырушы болуы мүмкін, не дәрігер болуы мүмкін. Бірақ та ол дәрігер бола алмайды, өйткені Арман мен Болат дәрігерінің қабылдауында болды деп тұр. Яғни сонда Арман бізде жаттықтырушы болады, ал Айбатыр дәрігер болады.
8-ші тапсырмада цилиндр пішінді қалпақ жасап көр, тиісті өлшеулерді орындап қалпақты жаса дейді. Сендер парақты алып, осылай өлшеп 4 сантиметр, 20-28 сантиметр қылып аласыңдар бір жағын, бастың өлшеміне 2 сантиметр қосасыңдар, өйткені оны желімдейсіңдер ғой. Сөйтіп осындай цилиндрлік қалпақ жасап көріңдер. 9-ші тапсырмада берілген фигуралардың қайсысы пирамиданың жазбасы болуы мүмкін дейді. Енді қарайық, аға қарайық, оның бір жақ үшбұрышы ұзын болып тұр, ол болуы мүмкін емес. Енді әге қарайық, әде бірдей үшбұрыштар, яғни пирамида болуы мүмкін. Және бға қарайық, бның бір жағы төртбұрыш, ол бола алмайды. Сосын енді вға қарайық, в да дұрыс емес, пирамида жасай алмаймыз одан. Енді г-ға қарайық, г келеді, ол тура жанында болмаса да төртбұрыштының, үшбұрыштының жанында тұр. Оны бүйтіп желімдеп жасасақ, біз одан пирамида жасай аламыз. Және д-ны қарайық. Д-дан да біз пирамида жасай аламыз, өйткені оның 4 үшбұрышы бар, бұл жерде табаны төртбұрышты, үшбұрышты 4 тал үшбұрышы бар пирамида жасауға болады екен. Яғни берілген фигуралардың Г, Д нұсқаларынан пирамиданың жазбасын жасауға болады.